Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Корпоративтік басқару пәні бойынша жаппай ашық онлайн курстар. Тақырыбымызды жалғастырайық. Бүгін бізде қарастыратын тақырыбымыз ақпарат және корпоративтік басқару. Бұл тақырып барысында ақпараттық орта, деректерді ашу, цифрлық технологиялар және когнитивтік ауытқулар заманауи корпоратив басқарудың негізгі элементтері ретінде қарастырылатын болады. Жалпы дәстүрлі түсінікте корпоративтік басқару бұл акционерлер мен менеджерлер арасындағы құқықтық қатынастар жүйесі. Алайда заманауи институционалдық экономика бізге басқа парадигманы ұсынады. Корпоративтік басқару бұл ақпараттық асимметрияны үздіксіз еңсерудің серпінді процесі. Біздің мұндағы мақсатымыз ақпараттық ортаны цифрлық технологиялар мен адамдық факторлардың компанияның тұрақтылығына қалай әсер ететінін зерттеу және әлемдік деңгейдегі ірі корпоративтік күйреулердің ақпараттық анатомиясына ғылыми талдау жасау. Кез келген корпорацияның ішкі құрылымы Майкл Дженсон және Уильям Мэклингтің агенттік теориясына негізделген. Мәселен негізі өзегі ол белгілі бір менеджерлерге агенттер компанияның нақты жағдай туралы инсайдерлік жедел ақпаратқа ие, ал акционерлер бұл ақпараттан тыс қалады. Бұл теңсіздік Джордж Акерлофтың лимондар нарығы тұжырымдамасында екі ірі қатерді тудырады. Тиімсіз іріктеу және моральдық тәуекел. Тиімсіз іріктеу бұл мұнда инвестор нақты ақпараттың жоқтығынан сапалы компанияны сапасыздан ажырата алмайды. Моральдық тәуекел мұнда менеджмент ақпараттық жабықтық қалқанын жамылып, өздерінің эгоистік мүдделеріне қарай қозғалатын болады. Жалпы бүгінде бұл құбылыс жаңа сипат алды. Менеджмент ақпаратты жасырмауы мүмкін, бірақ олар назарды стратегиялық манипуляциялау әдісін қолданады. Яғни критикалық қателіктерді бүркемелеу үшін директорлар кеңесіне мыңдаған беттік маңызы төмен шикі деректерді үйіп төгеді. Бұл ғылымда сигналдың орны шуыл эффектісі тудыру деп аталады. Күйреу анатомиясына тоқталып кетейік. Мұнда оны Энрон апаты деп те атайды. 2001 жылы болған белгілі бір жағдайға байланысты аталған. Сол белгілі бір жағдайға байланысты туындаған. Мұның классикалық мысалы Энрон корпорациясы менеджмент баланстан тыс арнайы схемаларды пайдаланып миллиардтаған қарыздарды жасырды. Олар есептілікті әдейі күрделі деривативтік терминдермен толтырғаны соншалық, тіпті Уолл-стрит талдаушылары компанияның кірісті қалай тауып жатқанын түсіне алмады. Ақпараттық асимметрияның абсолюттік сипат алуы тарихтағы ең ірі банкроттыққа әкелді. Нарықтық сигналдар мен бақылау механизмдері. Жаңа айтып өткен асимметрияның жағдайынан туындаған мәселеге осындай презентацияда бір көрнекі суретті ұсынамыз. Ары қарай талқылай бастайық. Жалпы нарықтық сигналдар мен бақылау механизмдері мұнда ақпараттық кеңістікті теңестіру үшін екі іргелі механизм қолданылады. Сигнал беру механизмі және теориясы және мониторинг. Майкл Спенс деген осы жерде тұлғаға тоқталып өтейік. Майкл Спенстің теориясына сәйкес компания өзінің сенімділігін дәлелдеу үшін қайталануы қиын шығынды нарықтық сигналдар жіберу тиіс. Олар директорлар кеңесіне халықаралық
беделі бар тәуелсіз директорларды тарту. Аудитті үлкен төрттік Big Four компанияларына тапсыру. Тұрақты әрі болжамды дивидендтік саясат ұстану. Мониторинг деңгейінде сыртқы ішкі тәуекелдерді басқару және стейкхолдерлік бақылау түрлері бар. Күйреу анатомиясы. Wirecard және whistleblowing. Германияның Wirecard финтех гиганты Азиядағы шоттарында жоқ 1,9 миллиард евроны бар деп көрсетті. Сыртқы аудит мұны жылдар бойы байқамады, тек Сингапур кеңсесінде ақпарат берушілердің ішкі құжаттарды берушілердің ішкі құжаттарды Financial Times журналистеріне аноним түрде табыстау ғана шындықты ашты. Бұл кейс жалпы ресми сүзгілер бұғатталғанда анонимді ақпарат ашу арналарының баламасыз құрал екенін көрсетті. Ақпаратты ашу жүйесі халықаралық стандарттар мұнда бар. Біріншіден, мұнда қаржылық және операциялық нәтижелер жүзеге көрсетіледі. Ұзақ мерзім стратегиялар мен мақсаттар қойылады, меншік құрылымы және дауыс беру құқықтары болады. Директорлар мен атқарушыларға сыйақы саясаты жүзеге асырылады және болжанатын және анықталатын тәуекел факторлары. Жалпы қазіргі таңда ақпаратты ашу жүйесі жүзеге асырылады. Мұндағы принциптер жаһандық бенчмарк, барлық маңызды ақпаратты уақытылы, нақты және қолжетімді ашу талабы болып табылады. ESG қаржылық емес есептілік. Бұл реттеу және қаржылық емес ақпарат. ESG және greenwashing. Қазіргі таңда ақпаратты ашу жүйесі G20 принциптеріне сәйкес жүзеге асырылады және ұлттық заңдармен реттеледі. Мысалы, ақш-тың Sarbanes-Oxley заңы бар. Осы заң бойынша көрінеу жалған есепке қол қойған CEO немесе CFO 20 жылға дейін қылмыстық жауапкершілікке тартылатындығы айтылады. Сонымен қатар 21 ғасырда инвесторлар үшін тек қаржылық көрсеткіштер емес, ESG ақпаратының архитектурасы маңызды болып табылады. Алдын айтқан болатынбыз, ол экология, S әлеуметтік, G басқару деген мағынаны білдіреді. Осы ESG ақпаратының архитектурасы маңызды, алайда арзан жасыл капиталға қол жеткізу жолында жаңа девиация, greenwashing, яғни экологиялық мәліметтерді саналы түрде бұрмалау пайда болды. Келесі сұрақ бойынша біраз ақпарат беріп кетейік. Бұнда директорлар кеңесінің ақпараттық парадоксы және цифрлық трансформация ұғымына тоқталамыз. Мұнда біз тағы бір өткір мәселеге тап боламыз. Директорлар кеңесінің ақпараттық парадоксы деген мәселе. Тәуелсіз директорлар, сыртқы сарапшылар, олар компанияның ішкі тамырын баса алмайды және менеджмент ұсынған ақпараттық диетаға тәуелді болып табылады. Мұнда күйреу анатомиясы деген ұғымды айта кетейік. Тошибаның дағдарысы. Бұл да бір кейс. Тошиба компаниясының 7 жыл бойы пайдасы 1,2 миллиард долларға асыра көрсетіледі. Кеңесте беделді профессорлар мен дипломаттар отырса да, олар бас директордың жеңісті есептерін тексеретін баламалы ақпараттық арналардың жоқтығынан және басшылыққа қарсы келмеу корпоративтік мәдениетінің кесірінен дағдарысты байқамайды. Бұл парадоксты бүгінде цифрлық трансформацияны шешуде, мысалы, Board Portals платформалары директорларға тікелей
ERP жүйесінен ешқандай сөзгісіз жедел дашборд ұсынады. Және блокчейн технологиясы бар. Блокчейн технологиясында NASDAQ биржасы Эстонияда акционерлердің электронды дауыс беруін блокчейнге көшіріп, хаттамаларды қолдан жасау тәуекелін толық жайған болатын. Жасанды интеллект кезінде Гонконгтық Deep Knowledge Ventures қоры директорлар кеңесіне дауыс беру құқығын жоқ, бірақ үлкен деректерді өңдеп шешім ұсынатын Витал жасанды интеллект алгоритмін мүше етіп тағайындады. Кибер қауіпсіздік және инсайдерлік сауда. Мұнда жалпы ақпараттық қауіпсіздікке тоқталып кетсек, ақпаратты ашудың шегі қайда? Ол коммерциялық құпия мен корпоративтік қауіпсіздік шекарасында аяқталады. Раджаратнам мен Галеон хедж қорының ісі инсайдерлік ақпараттың заңсыз саудаға қалай айналғанын көрсетті. Ал Equifax несие бюросынан жасалған шабуыл 147 миллион адамның деректерінің ұрлануына әкелді. IT бөлімі қауіпті жасырған, ал директорлар кеңесі апатты тым кеш білді. Бұл оқиға кибер қауіпсіздік жай ғана жүйелік әкімшілердің жұмысы емес, corporate governance-тың негізгі фицудиярлық міндеті ретінде тануға мәжбүр етті. Жалпы қорыта айтқанда, заманауи корпоративтік архитектура да ақпарат жай ғана есептілік құралы емес, ол компанияның нарықта аман қалуының басты факторы болып табылады. Сондықтан бұл тақырып аса маңызды тақырып болып табылады. Лекцияларды оқыңыздар, қосымша ақпараттарды қарастырыңыздар. Қазірше лекцияның мазмұны осындай. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, жауап берейін. Назарларыңызға көптен көп рахмет.